жас ұрпақты тәрбиелейтін үш негізгі фактор бар. Когда услышал про этот проект первый раз, нереальный шок у меня был. Жалпы қоғамды жас ұрпақты тәрбиелейтін үш негізгі фактор бар. Бұлардың біріншісі ата-анасы, екіншісі оның ортасы, және үшіншісі оның мұғалімі. Ал енді ойланып көретін болсақ, біз ата-ананы тәрбиелей аламыз ба? Әрине тәрбиелей алатын шығармыз, бірақ ол өте қиын процесс болады. Ал енді бір жас ұрпақ үшін сен мына ортаны таңдайсың деп біз оған бағыт-бағдар бере аламыз ба? Бағыт-бағдар берсек те ол сол ортаны таңдауына біз кепілміз ба? Әркім өзінің қызығушылығына байланысты ортасын таңдайды. Енді үшінші үлкен фактордың бірі ол мұғалімі. Біз осыған фокус жасадық. Егер қоғамды өзгерткіміз келсе, егер жас ұрпақтың жақсы бағытта өсуін, жарқын болашақ қалайтын болсақ, онда біз жаңағыдай мықты мұғалімдер тәрбиелеп шықсақ. МДС-тің идеясы осыда. Яғни мектеп бітірушілердің ең үздіктері мұғалімдікке келсе, оларды біз белгілі бір дәрежеде мотивациясын арттырып, олардың білімін арттырып, мұғалім болу үшін не керек? Бірінші өз пәнін жақсы білу керек. Яғни subject knowledge мықты болу керек. Және қазіргі таңда мұғалімге не керек? Екінші ол language knowledge, жоғары дәрежеде болу керек. Үшінші керек нәрсе бұл тек қана мұғалімге емес, жалпы алғашқы университеттерде де тек қана негізгі үш сабақ болған екен да. Reading, speaking және writing. Осы нәрсені біз немен қалыптастырамыз? Кітап оқу, жақсы сөйлей алу, жақсы жаза алу қабілеті. Осы үшінші бір бағыт болса, төртінші бағыт бұл әр мұғалімнің өзінің қызығушылығына байланысты қабілеттерін артуы, қабілеттерін ашуы деп айтатын болсақ, Z ұрпағының оқушыларын біз Z ұрпағы мұғалімдермен жақсы тәрбиелей аламыз, жақсы білім бере аламыз деп ойлаймын. Неге? Өйткені бұлардың сұраныстары, бұлардың ойлауы бір-біріне жақын болғандықтан қабілетті мұғалімдер шығара алсақ, жан-жақты. Сол кезде бұл оқушылармен де жақсы тіл табысып, дұрыс бағытта жас ұрпақты, тек қана бір сыныпты емес, бір мұғалім деген кезде бір мектептегі бір жақсы мұғалім деп ойламауымыз керекпіз. Шын мәнінде мұғалім болу арқылы ол қоғамның бір ұстазы. Алты алаштың басы қосылса, төр мұғалімдікі дейді. Неде мәселе? Ең мықты адамдар да бір жерге бас қосса, төр мұғалімдікі дейді. Өйткені қоғамды тәрбиелейтін ұстаздар дегеніне біз сенеміз. Біз сенеміз және осыған байланысты осы жобаның негізгі мақсаты, миссиясы ұзақ мерзімді жақсы ұстаздар шығару арқылы олар Қазақстанның жан-жағына барып, бір жаңа ұрпақты тәрбиелеу, жан-жағында болып отқан әділетсіздік, кейбір жаңағыдай жақсы керісінше игі істерге уайымдайтын көңілдеріне шоқ оғын тастау. Мен МДС-ке не үшін келдім? МДС адамды, жалпы болашақ ұстазды көп қырынан дамытады, жаңағыдай ағылшын тілін үйретеді, PBL жобаларын жасап үйретеді. Және де осы МДС программасы медиа жұмыстармен де көпшіліктің алдында сөйлеу, немесе видеоға түсіру, монтаждау секілді барлық нәрсені осы бір мұғалімнің бойына сіңіре біледі. Мысалы, видео түсіру бөлек қазір мамандық болып тұрса, бөлек адам тек қана бір адам сонымен айналысатын болса, бізде МДС-та бүкіл 4-5 профессияны өзінің бойында сіңіре алады. Және де бір белгілі тұлғалармен немесе бір өзінің артынан бірдеңе қалдыра алатын адамдармен бір семинарлар болады. Сол семинарларда біз сол кісілерден мотивация аламыз, солардың жаңағыдай күн тәртібі қалай осы деңгейге жетті деген секілді данныйларын өзімізге сіңіреміз. Студенттік өмір ол ақшалай қысылатын кезең. МДС бізге қосымша стипендия беру арқылы, яғни үйдегі ата-анамызға артық ауыртпашылық түсірмейміз. Бұл үлкен көмек, үлкен мотивация. Арасында тіпті үйге де ақша жіберетіндер уже дәрежеде жетуге болады. Бізді күтіп алды, ерекше қонақжай қала екен. МДС жобасы туралы таныстырды, қысқаша түсіндірді, бізді қаланың ішін аралатты. Өзім жалпы Петропавл қаласынанмын. 11-ші сынып оқып жүрген кезімде математика пәнінің ұстазымын. Батыс өңірі бойынша МДС атты ұстаздарды даярлау бір жобасы бар деп айтты.
МДС жобасы менің көңіліме жаққаннан кейін нағыз бір ұстаздық үлгіні бойымда қалыптастыру мақсатында бәрін тастап 2000 километрлік Ақтау өңіріне келдік. Для нас проводятся разные семинары, активити. Бывают студенты, которые не общаются с другими девочками. Через эти активити мы узнаем друг друга побольше, и у нас открываются новые таланты. Команда МДС прям серьезно готовится к тому, чтобы подготовить нас к будущему. То есть они развивают нас всесторонне. Мне это очень нравится. То есть получается, если мы будем выполнять все эти задания, все указания, то я 100% уверена, что будущие студенты станут прям супер-пупер-мега талантливыми преподавателями. Не будут только там простыми предметниками, а которые будут уметь общаться с людьми, будут уметь работать с детьми именно. Они будут очень креативными и, получается, еще и будут знать английский язык. Ағылшын курсы негізі қазіргі кезде өте керек нәрсе. Бізге МДС осы ағылшын курсын тегін оқуға мүмкіндік беріп жатыр. Хочу добавить от себя то, что у нас здесь в общежитии есть дисциплина. Получается, ты утром рано встаешь, тебя будет, все вокруг этот шум особенно. Потом ты завтракаешь, потом идешь в университет, потом возвращаешься, делаешь уроки, и ты чувствуешь эту атмосферу, когда вот все учатся, все что-то делают, и мы обмениваемся информацией. То есть тут именно собраны девочки, которые прям реально знают свое будущее, знают то, что они хотят делать, и получается, ты вдохновляешься ими. Вот это мне очень нравится. МДСті таңдаған себебім дұрыс тұлға ретінде өзімді қалыптастырғым келді, бір жағынан дұрыс тұлғаларды қалыптастырғым келді. Бүгінгі баланы ертеңгі дана болуына ешкім кепілдік бере алмайды. Бірінші өзімнен бастағым келді. Волонтерствомен қазірден бастап жалпы практикадан өтіп жатыр. Оқушыларға кішкене бір сабақ береді. Бұл практикадан өту себептері жігіттердің өздерінің сұраныстарымен келген жағдай. Жігіттердің волонтерствомен айналысуының бір мақсаты ол практикадан өтіп, ертеңгі күнде мұғалім болған кезінде бір пайдасын тигізуі, яғни жігіттердің оқушылардың арасында бір сыныпқа кіргенде қысылмауы, есікті еркін аша алуы, оқушыларға еркін сөйлей алуы. Бұл жерге келгенде біз барлығымыз бір үйдің қыздары сияқтымыз. Яғни біз егер үйде отыра беретін болсақ, біз өзімізді дамытпайтын едік. Бұл жерге келгеннен кейін әр қыздың өзіне тән ерекшелігі, өзіне тән жақсы қасиеттері, жақсы мінездері бар. Соған қарап сен өзіңді түзейсің, мысалы тәртіпке үйренесің, өзіңді тәрбиелейсің, одан сайын дамытасың, білмегенді сұрайсың. Үздік мұғалім болуға ұмтылған қаншама жастармен, қаншама бауырлармен бір шаңырақ астында тұрған, сондай кайф береді. Қазіргі таңда кез келген салада цифрландыру өте қарқынды түрде жүріп жатыр. Сол себептен бізде МДС-та студенттеріміздің болашақта білім алу сапасын арттыру үшін білім процесін цифрландыруды қолға алып жатырмыз. Ол үшін қазіргі уақытта бізде жеке платформамыз Space MDSP және де MDS Reads мобильді қосымшасы жұмыс жасап жатыр. Бұл екі платформа арқылы біз қазіргі уақытта студенттеріміздің ағылшын тілі бойынша, өздерінің мамандықтары бойынша және де кітап оқулары бойынша процесстарын цифрландырудамыз. Сол нәтижесі бойынша анализ жасап, студенттердің болашақтағы білім алу контентін жақсартудамыз. Қазіргі таңда платформамызға тіркелген 300-ден астам студентіміз бар. Бұл платформада студенттер негізінен онлайн курстар өтеді. Сонымен қатар ағылшын тілі бойынша және де өздерінің мамандықтары бойынша тесттің нәтижелері шығып отырады. Одан бөлек MDS Reads мобильді қосымшасында біздің студенттер бірінші кезекте оқитын кітаптарын таңдайды. Кейін кітапты оқып болғаннан кейін сол мобильді қосымшада өздерінің кітап бойынша рецензиясын жазады. Рецензиясының нәтижесі белгілі болғаннан кейін студент келесі этап тестке өтеді. Яғни сол кітаптың тестін тапсырады. Кітаптың нәтижесі, тест бойынша нәтижесі егер белгілі бір балдан жоғары болса, студент келесі кітапқа қарай өтеді. Яғни бұл әр этапта біз студентті кітап оқуын бағалап, ең соңында кітапты оқып-оқымағандығын осы мобильді қосымша арқылы біліп отырамыз.
Алдағы уақытта бұл екі бағдарламамызды біз жетілдіріп, жалпы МДС-тің мобильдік қосымшасын қолға алып жатырмыз. Бұл жерде мобильдік қосымшада тек қана кітап оқу қосымшасы емес, сонымен қатар ағылшын тілі бойынша, студенттерінің өзінің жеке қабілеттері бойынша, өзінің оқып жатқан мамандығы бойынша, кітап оқуы бойынша, өзінің жеке портфолиосы бойынша бір мобильді қосымшада, бір экосистемада орналасатын болады. Сол себептен қазір біз IT командамызда 4 адам бар. Бұл былайша айтқан кезде разработчиктар қазіргі уақытта мобильді қосымшаны жасап жатыр. Сонымен қатар платформамызды одан әрі дамытып жатыр. Знаю, как я даже не помню, случайно все это вышло. Когда услышал про этот проект первый раз, нереальный шок у меня был. Ну, такой положительный шок. Даже на какое-то время не верил, да, насколько такой амбициозный проект может выстрелить. Ну, в общем, для меня лично, как страна, как пример для подражания, это Япония. Япония, вы сами знаете, да, то есть статус учителя — это чуть ли не самый высший уровень. Ну, лично для себя я сделал такую формулу, какой статус учителя в этой стране, такой статус страны, да, в этом вообще на мировой арене, да, по сути. Посмотрите на эту маленькую Японию, я иногда в шоке, да, насколько она крутая. Там же есть фишка такая, икигай. Слово икигай, да? Там вот такие 4 момента. Делай то, что тебе нравится, делай то, что ты умеешь. Ты еще должен на этом зарабатывать. И 4, самое важное, это приносить пользу, да, обществу. 3 вещи я, по сути, сейчас делаю. Но вот пользу вот через МДС, это прям, вот это моя единственная отдушина, да? То, что вот пользу принести обществу, только так я вижу свою миссию. Там есть варианты, благотворительность, уже такая заезженная тема, там помоги бедным, помоги то, все. Известный мне барон, накормить бедного, там лучше ты научи его ловить рыбу, там дай удочку и так далее, да. Из корня надо решать проблему, да, то есть это пока их кормить, это можно всю жизнь кормить, и они будут всю жизнь кайфовать на эту тему. Если же обучить их детей, как вообще жить по жизни правильно, да, а этому может только учитель, да, обучить. Насколько, важная тема. Сейчас вот всех друзей вокруг, кого могу, вовлекаю в этот проект, всех бизнесменов, прям вот хожу, как бесплатная реклама, Жүрген. Баке, вы мне статистику рассказывали же, мұғалім за свой вот этот цикл, да, насколько на 2000 детей оказывает, да, минимум, да, и так я резонанс так примерно прикинул, 2000 детей минимум за свою карьеру он дает какой-то эффект. А эти 2000 детей, да, они дают эффект еще там, да, и представляете, это резонанс какой-то бешеный. Он не только своим одноклассникам, он там друзья во дворе, там родственники, там, вообще на самом деле нереальный эффект. Иногда баска сымает, да, и очень верю, что эта программа как-то должна повлиять на подъем страны, да. И мне понравилось в МДС, это системный подход. В Баке, когда показали программу, да, как это будет все делать вот прям по полочкам. Четкость целей, структура, да, там, как это мы будем делать, и вижу, должен быть супер масштабный проект. Енді мысалы менің жасым алла бұйырса 55-ке келеді. Уақыт зымырап өтіп жатыр да. Таң атады, күн батады. Де ойлаймын да, бәрекелдім көп бола ма, әттеген айым көп бола ма деп. Енді ол менің ойлап тапқаным емес, Абай атамыздың айтқан нұрлы ақыл, жылы жүрек, ыстық қайрат деп. Нұрлы ақыл ол білім, жылы жүрек ол иман, ыстық қайрат соны мына өмірде іске асыру. Ол енді қаражат, күш, жігер. Ыбырай Алтынсарин айтады ғой, оқушыларды оқытуға қойға шапқан аш қасқырдай кірістік деген сияқты. Тура солай бұл жақта мотивациясы алға қойып, ұстаз болуға ұмтылып жүрген жігіттер өте көп. Бұлармен өмір өте қызық. МДС жобасы ол адамды тек білім сапасынан емес, сонымен қатар ұлтқа деген адалдық сезімді оятатын бір керемет жоба. МДС жобасының ішінде МДС Reads деген бағыт бар да, ол жақта кітап оқыту үрдісі бар. Ол үрдіс маған басында ауыр түскен, бірақ уақыт өте келе мен ол нәрсенің құндылығын, маңызын түсінгенде мен түсіндім, қандай керемет бір жобаның макетін, яғни проект бұл идеальный. Бұйырса өзіміз сол идеальный проектке сай болуды жазсын. Бұл бағдарлама болашақта тек қана қазақстандық емес, сонымен қатар
әлемдік үлкен бір брендке айналады дегенге нық сенем. Өйткені заман талабы бойынша адамды дамыту бұл ең маңызды, ең үлкен бір құрал болып табылады. Және де осы МДС-та жұмыс жасап жатқаныма өзім үлкен қуанышпен мақтанып айта аламын. Халықтық жоба деп жатырмыз. Жобаны қолдап отқан кісілерге, кез келген адамға алғысымыз шексіз. Және студенттерімізге, болашақ үміткер студенттерімізге де айтарымыз, бізге қосылыңыздар, бізбен бірге болыңыздар, бірге дамайық.